конституцияның өзгеруіне не себеп болып жатыр? Ең біріншіден осы қыркүйек айынан бастап, өткен жылдан бастап біздегі парламент реформасы талқылануда. Яғни сенат пен мәжілістің екеуін қосылып құрылтай деген атауға ие болайын деп жатыр. Оған 145 депутат кірмекші. Яғни бұл дегеніміз тек қана техникалық тұрғыда екі палатаны қосу ғана емес, бұл жалпы заң қабылдау процесін тиянақтылау, уақытын үнемдеу, әр депутаттың оның рөлін ұлғайту. Жалпы бүгінде президентіміз айтып кетті, супер президенттік моделден президенттік модельге біз ауысып жатырмыз. Екіншіден, вице-президент деген жаңа тұлға пайда болады. Ол президентпен тағайындалады. Оның рөлі де ерекше, ол халықаралық қатынастарда еліміздің атынан шығады. Өзінің арнайы рөлі болады. Президент жоқ кезде кейде оның орнын алмастырып, тиісті жұмысын жүргізіп жататын азамат. Егер президент өз орнынан кететін болса, 2 айдың ішінде қайта сайлау жүргізілетін болады. Бұл да жаңа новелла, яғни бұрын, мысалы президент өз орнынан кететін болса, ауырып қалса, басқа да жағдайлар болып жатса, ондай мерзім бекітілмеген болатын. Қазір осындай мерзім бекітіліп жатыр. Сонымен қатар үшінші үлкен новелла ол біздің халық кеңесі деген жаңа орган пайда болды. Оған 140-тан аса азамат кіреді. Оның ішінде 42-сі ол ұлттар өкілдері, кіші ұлттар өкілдері, біздің ұлттық ассамблеяның өкілдері кіреді. 42 азамат ол түрлі қоғамдық ұйымдардың өкілдері, және де 42 тағы да ол мәслихаттар мен қоғамдық кеңестердің өкілдері кіреді. Бұл дегеніміз не? Бұл бұрынғы болып жүрген осы біздің ассамблея және де құрылтай. Олардың рөлдері андай кеңес ретінде, кеңесші ретінде болады. Ақылдасып, енді керек жерін тиіп алып, бірақ ресми статус болған жоқ. Ал халық кеңесінің рөлі басқаша. Олар заңға инициатива бере алады. Яғни конституцияда өздерінің бөлек құқықтары бар. Бұл маңызды. Бұл дегеніміз осы қоғамдық ұйымдардың рөлдерін арттырады, мәслихаттардың рөлдерін көтереді. Яғни олар да өз бетімен заңдарға ұсыныс бере алады. Бізде бұрыннан бұрын заңға ұсыныс бере алатын 3 орган бар еді, ол президент, парламент депутаттары және үкімет. Қазір 4-шісі пайда болып жатыр, осы халық кеңесі. Бір жылдан кейін университет бітіресіздер, сіздер де жұмыс атқарасыздар, сіздердің де бала шағаларыңыз болады. Сол кезде өкініп қалмаңыздар, бұл ең қымбат уақыттарыңызды өткізіп, ешқандай еліме қатысы жоқ, қандай бір шет жерде жүрген азамат сияқты болып қалмаңыздар. Сондықтан сол үлестеріңіз сол, бұл информацияны білу, есту, басқаларға тарату өте маңызды. Конституция осы қазір жазылып жатқан, дайындалып жатқан конституциямен сіздер өмір сүресіздер. Болашақ сіздердікі, иә? Біз енді біраз жасқа келдік, иә? Ары қарай сіздер осы жаңа конституция бойынша сіздердің балаларыңыз ары қарайғы кейінгі ұрпақтар осы конституция бойынша өмір сүреді. Сондықтан конституция ең алдымен сіздер үшін жазылып жатыр деп толық сеніммен нық айтқым келеді. Конституциямыздың жаңа редакциясында, егер сіздер оқыған болсаңыздар, оқып жатқан шығарсыздар, шет жағасын естіп жатқан шығарсыздар, осы жер қойнауына, жер байлығына, табиғат ресурстарына, су көздеріне, өсімдіктер мен жануарлар әлемін ерекше қорғау туралы керемет нормалар жазылып жатыр. Бұрын соңды конституцияда болмаған экологиялық міндет қазіргі стратегиялық принципке айналды. Бұрын қазіргі действующий дейді ғой, қазір қолданыстағы конституцияда экология туралы ештеңе болмаған. Біздің уақытымызда конституция сонша 80%-дан астам өзгерістер қабылдап жатыр деген сұрақты жиі естиміз. Қалай ойлайсыздар? Неге дәл қазір? Неге осыдан 5 жыл бұрын емес, 15 жыл бұрын емес? Өйткені қазір әлем тез өзгеріп жатыр, иә? Біз де өзгеруіміз керек, біз де дамып жатырмыз. Сондықтан осы цифровизацияның сұраныстарына, экологияның сұраныстарына, жалпы мынау қазір әлемде бұрын экономика сырья болды, иә, білесіздер, индустриальная экономика деген болды, экономика промышленности.
қазіргі заман экономика знаний бүкіл әлемде. И Қазақстан осыған жауап беру үшін өзінің конституциясын өзгертіп жатыр, өзгерістер енгізіп жатыр. Яғни біз заманауи бүткіл әлеммен бірге, басқа да мемлекеттермен бірге бір тілде сөйлесе алатындай, бірдей қадам баса алатындай, сондай бір деңгейде бола алатындай дәрежеге жеткізу үшін еліміздің ең алдымен конституциясын өзгерту керек. Сондықтан конституцияға жаңағы цифровизация нормалары, оның ішінде әрине адамның құқығы, адамның қауіпсіздігі, цифрлық ортада, адамның қадір қасиеті деген сияқты ұғымдар орталық ұғымға айналды, конституциясының ядросына айналды. Егер де мысалы бұрын қазіргі қолданыстағы конституцияны алып қарайтын болса, көбінесе мемлекеттік құрылымға негізделген, нормалар мемлекеттік құрылым мынандай болу керек деп нормалардың барлығы осы төңіректе шоғырланған болса, қазіргі нормалардың барлығы адамның төңірегінде шоғырланып тұр. Ортасында адам және барлық жаңағы экология, цифровизация, мемлекет, басқару, парламент барлығы адамның төңірегінде шоғырланып тұр. Бұл дегеніміз жаңағыдай заманның талабына сай қарай біздің адами капиталды дамытуға ұмтылып бара жатқанымыздың белгісі. Адами капитал деген не? Бұл сіздер менен біздер, және біздің ары қарай ұрпақтарымыз. Сондықтан сіздердің осы конституцияда еліміздің болашағымызда ойып тұрып алып жатқан орындарыңыз зор. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік тілеймін.